Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт губка салатым, құс ұясы деген салат. Өте оңай жасауға. Ең бірінші осындай картошканы теркадан өткізіп аламыз. Терканы жақсылап өткізіп, алдын ала жуып аласыздар. Жуып теркадан өткізіп аламыз. Терканы өткізіп алып, кішкене тұз салып жіберіп, суға салып осылай майға қуырып аламыз. Мына осындай болды. Енді бізге салатымызға керегі қызанақ, қияр, колбаса и горох болса горох, кукуруз салып бересіздер. И фри, майға қуырған фриіміз. Колбасаны салым-салымға турап аламыз. Тарелкамызға сразу салып береміз. Қалауыңызға қарай. Өзіңіз білесіздер, қандай колбаса алатындарыңызды. Мен вареный колбаса алдым. Негізі көбінесе вареный колбаса қосылады. Өте тойымды қонаққа қоя беретін салат негізі. Келесі огурцы алдым. Бұны салымға турап алдым. Бұны тура колбаса сияқты екі шетіне қойдым. Осылай турап алып, келесі қызанақты салып, ұнға қойып турадым оны. Оны тура салымға қойып тұрып саламыз. Өте оңай салат. Және де жұмыртқамызды, екі жұмыртқамызды пісіріп аламыз алдын ала суға. Помидорын салым қойып турап жатырмын. Оны келесі қалаңызға қоссаңыз болады. Кейбір кукуруз, кейбір горох қосып, мен негізі кукурузды қостым. Тұз қосқан жоқпын, тұз қосудың қажеті жоқ, майонез қосқаннан кейін. Мына алдын ала қуырған фриімізді салып алып алдым. Тура құстың ұясы болады. Және де соңында лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдыда әлі қызықты тағамдарды, салаттарды түсіріп салатын боламын. Мына осындай болды. Өте дәмді
және түрі де әдемі болады. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.